Жұма. Сонымен Арсен Жұма назарларыңызда. Елу беске салмақ дәрежесі қазір жеңімпазды анықтаймыз. Және оның қарсыласы Қызылорда облысының өкілі Алпамыс Тастанбек. Алпамыс Тастанбек. Арсен Жұма өткен жылы Болгарияда өткен 20 жасқа дейінгі балуандар арасындағы әлем чемпионатында қола жүлде жеңіп алған спортшы. Үшінші орын үшін белдесуде ол қырғызстандық Омар Ынтымағұлын жеңген екен. Сонымен Арсен Жұма мен Алпамыс Тастанбек арасындағы тартысты тамашалаймыз. Шалқар күрес мектеп түлегі Жұма. Арсенді айтып отырмыз біз. Бұл балуан былтыр Болгарияның Самоков қаласында өткен жастар арасында әлем чемпионатының қола жүлдегері. Осы жарысты өте жақсы күресті. Марлан Мұқашев жаңа ғана қола медаль алған балуан жартылай финалда өтті. Оның алдында Алмасбеков тұтты, Алматы облысының өкілі. Одан кейін Мамырбековті жеңді. Жоқ, кешіріңіздер, Мамырбеков емес, Нәбиев тұтты, Нәбиевте. Осылай ақтықсынға алқынба жетті. Ал Алпамыс Тастанбек жайында айтар болсақ, ол екінші айналымда Садвақасов тұтты. Солтүстік Қазақстан облысының, одан кейін Шығыс Қазақстан облысының өкілі Ахмадиевті жеңді. Және жартылай финалда Ерасыл Мұсан Шымкент балуанды қапы қалдырды. 1 минутке жуық уақыт өтті. Екі балуанда өте екпінді белсенді күресіп жатқанмен, бірақ әлі де екеуі бірде-бір ұпайлар емес. Бұл позиция үшін күрес тіресіп жатыр. Міне артына шықты. 2 ұпай қазір жоқ, 2 ұпай енді әдіс жасамай, енді жай ғана шыққан үшін қарсыласы өзі беріп қойды, сол үшін берілмейді бұндай жағдайда. Ал егер еңбекпен шығатын болса 2 ұпай. Мына айналдырды, тамаша. Мына Тастанбек қазір 2 ұпай, оны үсте тушы қоюға шақ тұр. Сонымен бұл санаулы секундтар аралығында Тастанбектің тамаша дайындықпен келген Тастанбектің тамаша дайындықпен келген біз сөз байқап отырмыз. Бірақ қарсы жақ келіспей отыр. Арсен Жұманың бапкерлері челленджі басты, челлендж. Келіспейміз деп отыр. Қайта көру керек дейді. Челлендж басқаннан кейін қайта көру ол төрешілердің міндеті. Қазылар бейнет аспаны кері айналдырып, істің ақ қарасын анықтайды. Кімдікі дұрыс, әдіс кілемдегі төрешілікі шешімі дұрыс па? Жоқ әлде қателікке бой алдырды ма? Оны қазір мұны бас төреші бар, қапталдағы төрешілер бар, төрешілер алқасы бар, барлығын талқыға салады. Әдетте осы үлкен экраннан көрсетуші еді, ешқандай дау тумасын. Бұл жол қалай болар екен? Экраннан біз көріп тұрған жоқпыз, дегенмен де төрешілермен қазір өте көп жұмыс істеп жатыр ғой. Сондықтан да төрешілердің біліктілігі еш күмән туғызбауға тиіс. Цоколинге челлендж қаралды. 2 ұпай көптілгі болуға. Қазір жеңіс белдесу аяқталды. Ешқандай гәп бұл жерде Арсен Жұманың бапкерлерінің тек суға кеткен талғармайтын кері болды. Айқын жеңіс, ешқандай күмән жоқ. 21 секундта қараңыздар, таза тастады. Енді бұл жерден де Арсен Жұманың осал деп айта алмаймыз, тек бір сәт қана. Бір сәт олқылық танытты ма, бір сәт босаңсыды ма, әлде
басқа да себептер болады. Сол сәтті әйтеуір Алпамыс ұтымды пайдаланып, атойлап ұтты қарсыласын. Сөйтіп, биылғы Қазақстан чемпионатының 55 кило салмақта барлық жеңімпаздары мен жүлдегерлер анықталды. Бас жүлде Алпамыс Дастанбекте, Қызылорда балуаны, Қызылорданың балуаны күміс медаль Арсен Жұмада, Ақтөбелік балуан қола медалі Марлан Мұқашевта, астаналық балуан және шымкенттік Ералы Мұсанда 55 кило салмақтың сөйтіп жай күйі белгілі болды. Құрметті жанкүйерлер, белдесулерді жалғастырамыз. Кілемге 67 келі. Енді 67 бұл енді олимпиадалық салмақ дәрежесі. Қола жүлдеші белдесуге шақырылады. Ойымызға қарсы алыңыздар. 67 килода шалқар талай мықтылар атой салған Алмат Кебісбаевтың өзіне кетірады. Әлем чемпионатында 5 рет жеңіс тұғырына көтерілген, бір күміс, 4 қоласы бар. Алмат Кебісбаевтың, қазақтың алаштың мақтанышына айналған атақты балуанымыз осы салмақта күресті. Қазір бүгінгі таңда Айдос Сұлтанғали, Қызылорда облысының өкілі, сыр бойының саңғылағы, ұзақ жылдан кейін мына Қазақстанға әлем чемпионатының жүлдесін сыйға тартқан. 27 жылдан кейін, 27 жылдан кейін. Енді 90 жылдардың басында өздеріңіз білесіздер, Қазақстан грек-рим күресі өрлеу кезеңінде болды. Тізгінді Дәулет Тұрлыхан ұстап тұрған тұста Юрий Мельниченко 2 рет әлем чемпионы атанды, Мұхитар Манукян 2 рет әлем чемпионы атанды, Бақтияр Байсейітов әлем чемпионы атанды. Міне 5 әлем чемпионымыз болған. Содан кейін әлем чемпионатында күміс қол алғанымызбен, бірақ бірде-бір балуанымыз ширек ғасырдан аса уақыт бойы алтын алмаған еді. Міне сол олқылықты орын толтырған Айдос Сұлтанғали назарларыңызда. Ербол Камалиев, оның қарсыласы Алматы облысының өкілі. Ю-23 жастар арасында Азия чемпионатының финалисі. Айдостың жасы 30-да. Әлем чемпионатында 3 рет жүлде алды. 2018 Будапешт қола, 2022 жыл Белград қола және 2025 Загреб алтын. Азия чемпионы 2021 Алматыда. Және дүниежүзілік әскерлер ойындарының Уханьдағы 2019 жылы қола жүлдегері. Мына тамаша Айдос Сұлтанғали бірден тізгінді қолға алды. Бұл ұпай берген жоқ төреші. Дегенмен де бұндай сәтті ойынға жібермейді. Яғни лақтырды. 2 пайға бағаланды. Челлендж басып жатыр. 4 пай талап етіп отыр ма? Қалай? Жоқ әлде. Аяқтан ұстады деп міне Боранбек Қоңыратов көк бұрыштағы, яғни Ербол Камалиевті жана 2 пай берілуге тиіс емес, оның үшін аяғымен көмектесіп жіберді деп есептейді енді. Енді осындай сәтте үлкен экранға қойып қайталап жанкүйерлерді бір көрсе дұрыс болар еді. Әдетте солай еді, бірақ бұл жол біз көрмей отырмыз. Дегенмен төрешілер өзде істің ақ қарасын ажыратып алар екен. Қазір көрейік. Боранбек Қоңыратовтың, енді өздеріңіз жақсы білесіздер, сонау данықты Алмат Кебісбаевты тәрбиелеген бапкер. Семей өңірінің тумасы, Астана қаласының еңбек етті, ұлттық құрама сапында болды. Алмат Кебісбаевтан бөлек өзінің бауыры Ербол Қоңыратовты баптады, Азия чемпионы. Дархан Дәуренбай Ахметовтердің де баптады. Мына көптеген, бір сөзбен айтсам, бір шоғыр жұлдыздарды баптаған осы Боранбек бапкер қазір Ербол Камалиевті міне бұрышында қазір шығарып отыр. Демеу Жадыраевтың да жеке бапкер екенін айтуға тиіспіз. Олимпиада ойындарының күміс жүлдегері Демеу Жадыраевты да осы Боранбек ағамыз баптағанда жанкүйерлер жақсы білуге тиіс. Айдос сенімді өзіне ары бері жүр. Тізесімен көмектесті дейді ғана. Қазір көреміз. Айғайға басудың қажеті жоқ бұл жерде. Төрешілер қазір бәрін көреді. Тізені айтып отыр, тізені қарау керек, көрейік расында да. Міне қайталау сәті. Загребне челлендж қарауға 2 пай қызыл трикол балуанға. Көк трикол балуан челлендж ұтылды және 1 пай қызыл трикол балуанға. Боранбек бапкер енді қателескен екен, 1 пай керісінше міне челлендж лақтырды. Челлендж дұрыс болмаса 1 пай қарсы жаққа береді. Сөйтіп 2-0 есебімен жатқан Айдос қазір 3-0 есебімен жатыр.
Бірақ бұл енді ат ойлап ұтуға әуес Айдос Сұлтанғали. Өздеріміз көрдік, әлем чемпионатының финалында Загребте қалай күрескенін. Арасында да көрген дарман, көрмеген дармаған сол жарыста. Әсіресе финалдық сайыс күллі қазақ алаш жұрты тақымын қысып Айдостың тілеуін тілеп отырды ғой. Қанша дегенменен қазақ секілді балуандық өнерде бай дәстүрі бар мемлекет үшін ширек ғасырдан аса уақыт алтын алмау деген енді бұл деген жақсы нәрсе емес. Бұны сол Айдос Сұлтанғали соны түзеді. Финалда өздеріміз Алишер Ганиев сынды Өзбекстанның дарынды жасын тас салқан шығарып өткенде біз араны сүйсінбеген жанкүйер жоқ еді. Жеңіске шөліркеген жанкүйердің мейірін қандырып дейсің ғой. Ал Ганиев жай балуан емес. Биыл оның мықтылығы Бішкекте көрдік. Бішкекте бірде-бір қарсыласын, барлық қарсыласын бет қаратпай өтіп Азия чемпионы атанған болатын Ганиев. Міне сонымен төрт тағандаған әлеуетін көрейік. Жылып алады Сұлтанғали. Егер төрт тағанда өте мықты. Міне ұстады. Лақтырды. Екіпай бар. Бірақ яны қазір Екіпай тағы да көк киімдегі балуанға беріледі. Енді табло бұл жерде кешігіп тұр. Әйтпесе Ұстап қалуға тырысты және тушығы ойын деп жатыр ма бұл жерде. Өте қиын жағдай, міне қараңыздар. Тұрып ете алмай қалды өкінішке қарай дейіне қарсыласы қазір. Саулап тастады мұны. Аяқ соулаушы еді осы жол мұны. Екі қолында мұны. Тұрып етсізбей мұны. Мұны. Шығып кетуге тырысты. Жоқ. Мұны мақтаның аты мақты болды. Тушы бұл жерде. Тушы. Тамаша мұны. Айдос Сұлтанғалидің біз ат ойлап ұтқан сәтін көріп отырмыз. Ербол Камалиев келіспей тұр. Енді жаңа бір челлендж лақтырды ғой, дұрыс емес болды. Содан кейін челлендж лақтыру құқығы қалмаған шығар енді. Тәжірибе де бар, шеберлік те бар. Міне аяғым тұсат деп тұр ғой енді. Қалай ғана көрмедіңдер деп Ербол Камалиев өз өкпен азын айтуда. Алпыс кило салмақ дәрежесі. Белесі аяқталды. Аса жеңіл салмақ. Бұл салмақта кіл мықтылар, кім член жасыса мұна. Ел кубогының ақтық белесі әлемдік деңгейде. Айдос Сұлтанғали, Қызылорда облысы. Жалпы осы атағын сақтап қалу Айдос Сұлтанғалиға өте қиын болады. Өте көп дайындалу керек. Бұл салмақта Алишер Ганиев бар, бізден айтқан өзбек. Солтүстік Лесеун бар. Армениялық Грача Пагасян бар. Қырғыз Жоламан Шаршенбеков бар. Жапонияның балуаны бар. Атақты. жылға су жаңа әлем чемпионына құрмет қошемет. Бана жүргізуші айтып жатыр, 2025 жылға су жаңа әлем чемпионына құрмет көрсетейік деп жатыр. Дұрыс. Айдос қандай да құрметке лайық. Рэй Хигути бар бұл салмақта. Сондай-ақ біз кешіріңіздер, ол еркін күрестен біз кімді айтқалы отырмыз? Кениширо Фумидан айтқалы отырмыз. Эдмонд Назарян бар бұл салмақта. Мұны осындай мықтылар жиналған. Енді міне Айдостың аты ойлаған сәті. Енді біз 63 кило салмақ дәрежесіндегі қола жүлде үшін белдесу. Жамбыл облысының палуаны Дәулет Ашырханов. Дәулет Ашырханов назарларыңызда. Жамбыл облысы өте жақсы дайындықпен келген екен. Біз кешеден бері байқап отырмыз. Біраз балуандар финалға дейін жетті, чемпиондар да шығып жатыр. Бұны солардың бірі чемпиондық атақтан үміткер. Және оған қарсыласы Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген Дәулет Ашырханов.
Ақтөбе облысының өкілі Мейрамбек Айнағұлов. Мейрамбек Айнағұлов, жаңа біз айтқан Айдос Сұлтанғалидың сыралық қарсыласы деп 60 кило салмақта міне 63 кило салмақты күресуге беліп отыр. Мейрамбек Айнағұлов елімізге еңбек сіңірген спорт шебері. Париж 2017 күміс, Астана 2019 қола алған әлем чемпионаттарында. Жазғы Азия ойындарында Джакартада 2018 жыл қола алды. Азия чемпионатының күміс жүлдегері, 2 рет күміс, 2 рет қола алды. Мұны осындай мықты балуан. Ақтөбе облысы Шалқар ауданының түлегі, жалпы Шалқар ауданынан шыққан, егер біз тарихқа жүгінетін болсақ, бірінші халықаралық дәрежедегі спорт шебері, ол Есенгелді Батырғарин болған. КСРО халықтар спартакиадасын ұтқан кезінде КСРО чемпионатында күміс салған, дүниежүзілік студенттер ойындарында атой салған, әлем кубогын жастар арасында ұтқан. Міне осындай мықты Есенгелді Батырғарин деген енді қыршыннан кеткен, өмірі ерте үзілді. Бұл осындай өте дарынды балуан болған. Аса жеңіл салмақта сол Мейрамбек Есенгелді Батырғарин алғашқы халықаралық дәрежедегі спорт шебері болса, Ақтөбе өңірден шыққан. Мейрамбек Айнағұлов осы Ақтөбеден шыққан алғашқы грек-рим күресін біз айтып отырмыз. Алғашқы еңбек сіңірген спорт шебері. Дұрыс айтасың, Ғалым мырза. Енді Ақтөбе күресі десек, Шалқар өңірі десек, өзіміздің әріптесімізге айналған Аспандияр Есенжолов бауырымыз еске түседі. Керемет білімдар азамат, осы күрестің тарихын түгелдей бес саусағында жатқа біледі десек болады. Шежіресі. Сол Аспандиярдың әкесі де Мұрат Есенжолов кезінде осы Шалқар күрес мектебінің іргетасын қалаушылардың бірі болған мықты бапкерлер. Цехановичті ғой негізі. Осы Шалқар күрес мектебінің іргетасын қалды. Сол Цехановичтің атында әлде турнир өтіп тұрады жыл сайын, үлкен ірі турнир. Сол Мұрат Есенжолов та осы сол Цехановичтің көмекшісі, шәкірті болып, міне ол да үлкен еңбек сіңірді осы Шалқар. Міне қазір солардың бірі міне Мейрамбек Айнағұловты көреміз. Енді әлем чемпионатында әрине тегін балуанның 2 рет жүлде алмайтыны анық қой. Дәл сол Цеханович мектебінде шықты. Рахымжан Бақытжановтың қол астында жаттыққан болатын. Арасында кадеттер арасында әлем чемпионат атанды, Азия чемпионат атанды, жастар арасында үлкен дәрежеге жетті. Ең соңғы сол жарыстар біз атап өткен 2-1 әлем чемпионатында бірінде күміс, бірінде қола алып, Мейрамбек өзінің ел спортына еренген. Қола медальді ол әлем чемпионаты осыдан 9 жыл бұрын Парижде иеленген болатын. Сол кезде финалға дейін Мейрамбек жетті, бірақ финалда Кениширо Фумита данықты Жапония балуаны ұтылып қалған болатын финалда. Сондай-ақ Астанада өткен әлемдік додада қола медальді иеленді. Бірақ біз бақтап отырған қазір Мейрамбек өте қиын жағдайға тап болыр. Амирханов Дәулеттің қазір мүмкіндігі бар, өшіді айналдыру керек. Бір ұпайден 4 таңғы қойған үшін ғана берді ғой. Айналдырса ұпайын еселеп алу керек. Әйтпесе қазір ондай мүмкіндік енді Айнағұловқа берсе, онда өз мүмкіндігі қалшы бермейді анық. Мейрамбек қазір жақсы қорғаныс түзе білді, құра білді қорғанысты. Дәулетті көрейік кімдерді ұтқан. Ашырханов алғашқы айнал Сейсенбаев тұтты. Ақтөбелік балуан, бір Ақтөбелікті жолынан ығыстырған екен. Одан кейін Қабдылдұтты жаңа Алматы облысының өкілін жаңа ғана біз көрген қола медаль алған. Содан кейін түркістандық Маратты жеңді және жартылай финалда Мұхамадиевті жеңді. Асау қатты міне. Дәулеттің жүріп өткен жол осындай. Ал Мейрамбек болса Исахан тұтты, атыраулық балуанды. Одан кейін Фахриддинов тұтты, қостанайлық. Ширек финалда Ардақов тұтты, Алматы қаласы, және жартылай финалда Ғалым Қабдуласаровты жеңген екен. Жетісу облысының мықты балуаны. Міне қарап отырсаңыздар. Осылай жетіп отыр. Бірінші кезең міне аяқталды. 1-0. Қызықты еш нәрсе көрмедік бірінші кезеңде. Екінші кезеңде қынамызға қамшы басады. Егер дәл осындай сарынмен жалғасатын болса, онда 4 тағынға, егер 1-1 ұпай ала алмайтын болса, 4 тағын қазір Дәулетті қояды. Жамбыл облысының өкілі. 30 секунд аралығында тыныстап үлгеру керек балуан. Бапкерлердің ақыл кеңесінде тыңдап үлгеру керек. Сол ақыл кеңестен тиісті қорытынды шығарып та үлгеру керек. Міне көрдіңіздер ғой, осы 30 секундтың арасында бәрі де бар.
Сонымен екінші кезең басталды. Әріптесім айтпақшы, 30 секундта тыныстап үлгеру керек. Кем кетігі болса дұрыстап үлгеру керек. Күресін түзейді деп ойлаймыз екі балуан. Жан көрген айтын бір шиеленіс жағдайда өтетін белдесуді күтетініміз анық. Өйткені бұл финалдық бәсеке. Онысы 67 килосы деген салмақ дәрежесі өте. Қазақстанда осы салмақта мысалы Алмат Кебіспаев алғаш жылдар осы салмақта жақсы өнер көрсетті. Әлемдік деңгейде жүлде алды, әлем чемпионатында жүлде алды. Ержет Жарылқасын осы әлем чемпионаты 2024 жылы әлем чемпионатының күміс жүлдегері атанды. Олимпиадалық салмақ болмаса да, бірақ біраз мықтылар тоғысқан бұл салмақта да. Кімдер бар десек, мысалы Фидахметов күрестер Нұр. Бұл жарыста бірақ мараттанып қалды. Бұл да сенсация деп бағалаған жөн. Фидахметов ағайынды Фидахметовтердің Қазақстанның да жарыстарда үнемі алдыңғы лекте жүрген жанкүйерлер жақсы біледі, бірақ осы жолы болмады. Дастан Зарлыханов болды Ақмола облысының, бірақ ол Қабдунасаровтан ұтылып қалды, мына танымал біз балуандарды айтып отырмыз. Ашырханов өте белсенді болды, қараңыздар, үнемі алға ұмтылып отырды. Соның пайдасы тиді міне. Иә, енді 4 тағын көз емес, қайта айна қылыпты қойды. Бұл да енді спорттағы қулық деп айтсақ болады. Спорттағы өзінің айласын асыра білді қазір Ашырханов. Оның үстіне осы жарыста бірінші кезеңде Соқыр Жеребек, Қабдунасаров пен Мамырбек сынды 2-1-де мықты балуанды кезіктірген екен. Бұл тартыста Қабдунасаровтың жолы болды. Ал қазір не істер екен енді Дархан Дәулет. Бұл жолда айналдыра алмады. 1,5 минут бар енді Мейрамбек Айнағұлов. Біраз күш жұмсады. Ашырхановта қазір жаңағындай шабуылдарға шыға ала ма екен? Енді сылбырлық танса өзі 4 тағанға тұрады. Ал ол кезде Айнағұлов енді оңайлықпен мүмкіндігі жібере қоймас. Сондықтан 1 минут қалды. Өте тартысты белдесу. Ұпай саны аз, бірақ бұл жерде тактикалық жоспары екі балуан керемет. Айтқандай Ашырханов 4 тағанға тұрады. 1 ұпай қазір. Еншісіне жазылуға тиіс. Мейрамбектің енді Мейрамбек үшін жақсы мүмкіндік 58 секунд, әлі 58 секунд деген өте көп уақыт. Жоқ, 1 ұпай берілмеді, ебендай жағдайда берілмеді, оны біз естен шығарып алған екенбіз. Дұрыстап үлгірмеді, дегенмен айналдыра ала ма қазір? Ой, тез. Бұл жерде қалай болды? Қазір қайталап көрсек, төреші белі бермей тұрып кеткен сияқты көрінді бізге. Бірақ олай болғанда челлендж лақтырады, олай болмаған ғой. Бізге солай көрінген шығар. Бапкер міндетті түрде челлендж сұрар еді. Ондай жағдайда қазір кілемден ығыстырып шығарды. 1 ұпай. Челлендж Мейрамбектің бапкерлері челлендж лақтыра ма? 2-1 33 секунд қалып отыр. Өте қызық бәсеке болды. Қарқыныңды күшейт дейді ғой мына Мейрамбектің бапкері. 30 секундта көп нәрсе тындыруға болады әрине. Тағы да кілемнен ығыстырып шығара ала ма? Жоқ. 20 секунд. Айнағұлов шабуылға шығып жатыр, белсенді. Артына шықса ең болмағанда. Уақыт өтіп барады. Айнағұлов және шығарып үлгерді. 1-1 ұпайдан, сапасы бірдей бұл ұпайлардың. 1-1 ұпайдан алды барлығы да. 1-1 әдіс жасалған жоқ бұл жерде. Екеуі 4 тағынға түсірген үшін Ашырханов алды, Айнағұлов кілемнің шетіне шығарған үшін. Міне қызық 5 секунд. Челлендж енді Ашырхановтың бапкерлері лақтырды. Айғайға басып жатыр көрермендер.
Енді бұл жерде біз көптеген эпизодтар болуы мүмкін. Бұл жерде тек қана жаңағы кілемге шықты ма, шығарған жоқ па, ұпай берген емес пе, бәлкім аяғы тиіп кетуі де мүмкін, аяқтан ұстап жіберуі де мүмкін, қитұрық әрекетке де баруы мүмкін. Соның барлығын егжей-тегжейлі көру керек. Төрешілер. Енді қандай шешім шығарады екен? Көрейік төрешілерді. Көрейік, естейік. Бас жүлденің тағдыры шешіліп жатыр, сондықтан төрешілерге көп нәрсе қатысып. Ұзақ ойланды. Осыдан кейін біз 77 кило салмақ дәрежесін, бәсекесі бар 82 кило және 97 кило салмақ дәрежесінде бәсекелерді бірге тамашалаймыз. Ал ертең сағат таңғы 10-да басталатын жарыста әйелдер күресі. Ертең және бір сүгін әйелдер күресі. 2 күн бойы бұрымдылардың бәсекесін бірге тамашалаймыз. Және жарыстың соңғы 2 күнде еркін күрес шеберлері ортаға шығады. Ұзақ қарастырып жатыр, тым ұзақ. Жанкүйерлер де, балуандар да дегбірсіздене күтуде. Қандай шешім шығатынын. Енді біраз созылып кетті. Біз енді естерге сала кетейік, егер кешегі жарыс күн көрмеген болсам, кімдер топ жарды деген мәселе туындаса, біз айтайық. 55 кило салмақта алпамыз Дастанбек, Қызылорда облысы 1-ші орын алды. 2-ші орында Арсен Жұмақ, Ақтөбе облысы, 3-ші орында Марлан Мұқашев Астана және Ерасыл Мұсан Шымкент. 67 кило салмақта Бағдат Сабаз озды, Астана. Финалда ол Ержет Жарылқасын ұтты, Жамбыл облысын, және Дінмұхамед Қошқар, Жамбыл, Ақтөбелік Дінислам Сағитжан қола медаль иеленді. 72 кило салмақ дәрежесінде Мади Данилов дара шықты, Алматы облысы. Солтүстік Қазақстан облысының өкілі Данияр Қаленов 2-ші орын алды. Шығыс Қазақстан облысының өкілі Мерей Бекенов қола және Шымкенттік Әділхан Сатаев қола медальді еншіледі. 87 кило салмақта алматылық Шамил Ожаев шашасына шаң жұқтырмады. Финалда Тимур Оспанов тұтты, қостанайлық балуанды. Және қола медальді Нұрстан Тұрсынов Ақмола облысы және Солтүстік Қазақстандық Ислам Евлоев иеленді. 130 кило салмақта Олжас Сырлыбай, қызылордалық балуан бас жүлдені еншіледі. Финалда Әлімхан Сыздықов жеңді, Шымкенттік балуанды және қола медаль Әлішер Ерғали, Жамбыл, Ақтөбелік Асылбек Жанбекұлы 3-ші орын алды. Көк трикол балуан. Екіде үш дейді, қараңыздар, челленджді дұрыс басқан екен. Сөйтіп, Дәулет Ашырханов қазір мына өз мүмкіндігінен айырылды. Дұрыс баспаған екен челленджде. Айнағұловқа беріліп отыр бір ұпай. Сөйтіп, Мейрамбек Айнағұлов 63 кило салмақта топ жару. Мейрамбек Айнағұлов үшін оңай болған жоқ. Бәсеке тағдырын бір ғана ұпай шешті. Ақтөбе облысы Шалқар өңірінің тумасы Дәулет Мейрамбек Айнағұлов Дәулет Ашырханов тұтып, мына Қазақстан кубогының иегері атанды. Күміс медаль Жамбылдық Дәулет Ашырхановта, ал қола медаль Алматы облысы. 67 келі салмақ дәрежесіндегі балуандар ақтық белдесуге шақырылады. Қарсы алыңыздар.
кілемнің қызыл аймағына Астана қаласының палуаны Бағдат Сабаз. Бағдат Сабаз назарларыңызда. Астана қаласы. Қазақстан чемпионы. 23 жастағы балуандар арасында Азия чемпионы. Еліміздің дарынды жастардың бірі. Міне боз кілемге беттеп келеді. Және оның қарсыласы. Оның қарсыласы Ержет Жарылқасын. Жамбыл облысының палуаны Жарылқасын Ержет. Ержет Жарылқасын. Бұл балуанның жасы 25-те, нағыз жалындап тұрған шақта. Ержет Жарылқасын алғаш рет 2024 жылы сол спорт үшін өтте табысты болды. Бішкекте өткен Азия чемпионатында топ жарды. Естеріңізде болса, сәуір айында өткен болатын. Сол кезде Ержет Жарылқасын ақтық сынға дейін алқынбай жетіп, финалда Аята Судзуки жапон балуанын жеңіп Азия чемпионаты атанған болатын. Оның алдында олимпиадалық емес салмақ дәрежесі бойынша 2024 жылы Албанияның астанасы Тиранда өткен әлем чемпионатында қарсылас шақ келтірмей ақтық сынға дейін жетті, алқынбай жетті. Бірақ финалда Нихат Мамедали Әзербайжанның балуанына әлі жетпей күміс медальді иеленді. Кілемдегі төреші біріккен күрес әлемінің олимпиадалық тәжірибелі төрешісі. Сөйтіп енді Сабаз бен Жарылқасын арасындағы тартысты біз тамашалап отырмыз. Біріккен күрес әлемінің халықаралық тәжірибелі төрешісі Руслан Тискиев. Алматы қаласы. Аңдасумен өтуде. Алғашқы минутасы бәсекенің. Міне қазір ойланбайсың ба деп бапкерде бір наразылық білдіріп жатыр. Баспен ойлау керек қой деп. Енді сол Азия чемпионатында, әлем чемпионатында жүлде алғаннан кейін Ержет Жарылқасын әлемдік біріккен күрес әлемінің рейтингінде өз салмақ дәрежесі бойынша, яғни 63 кило салмақ дәрежесі бойынша көш бастаған болады. Жалпы барлық табыс қол 63 кило салмақта қол жеткізді Ержет Жарылқасын. Ал енді міне 67 кило салмақта бел буып отыр күресуге. Сабаз кілемнің шетіне шығарып бір ұпай алды. Күміс жүлдегері Жарылқасын Ержет Жарылқасын. Осы жарыста кімдерді өтті? Екінші айналымнан бастады жарысты. Қажыбековті жеңді жетісулық балуанды. Одан кейін Диас Әскербайды өтті, Шымкент қаласы. Және Дінислам Сағитжанды Ақтөбелік балуанды жеңді. Бағдат Сабаз жайында айтар болсақ, ол да екінші айналымнан бастады. Шамиловты өтті. Шымкенттің балуанын ширек финалда Данияр Молдабектен мерей үстем болды. Жартылай финалда Дінмұхамед Қошқардың өзі мені сүндіріп кетті. Әлем чемпионатының финалистін көрдіңіздер, жастар арасындағы көрдіңіздер. Қандай жақсы бабында келген Бағдат Сабазын біз көріп отырмыз. Міне 4 тағанға қарсыласын қойған үшін тағы да бір ұпай алып отыр. Енді осы 4 тағанда нағыз мықтылығы осы спортшының. Осы 4 тағанда байқалады. Осы қазір айналдырып жіберсе, ұпай қорын молайтуға жақсы мүмкіндік бар. Тіптен осындай мықты балуандар осындай мүмкіндік қалт жібермей бәсекені мерзімнен бұрын шешіп тастау мүмкін. Қазір көтеріп алып тастаса 4 ұпай беріледі. Ай, тамаша. Қанша берді? Көтеріп тұрып лақтырды ғой міне. 4 ұпай берілді, 6-0, өте дұрыс, өте оңды міне. Енді бір әдіс болса. Бір әдіс болса айқын жеңіс, біз айтып отырмыз ғой. 4 тағанда мұндай кілемнің шетіне шығып кетті. Бірақ енді кілемнің шетіне шығаруды енді ол бір не ғой, тәуекел бармау үшін кілемнің шетіне шығарып әдейі лақтырады ғой. Өйткені кім біледі, басып қалса егер таза ұтылып қалуы мүмкін, сол үшін басып қалмау үшін кілемнің шетіне әдейі апарып тастайды. Өйткені қарсыласын одан кейін әдіс жасауына мүмкіндік бермейді ғой, ол да бар.
Қазір бірінші кезеңнің аяқталуына 30 секунд қана уақыт қалды. 6-0. Ержет Жарылқасын үшін жаңа салмақ дәрежесі бір жақпай тұрған секілді. Әйтпесе Ержетті біз білеміз ғой, қандай қарымды балуан екен. Әлем чемпионатынан күміс медаль алу деген екінің біріне бұйырмайтын бақыт қой. Тағы кілемнің шетіне шығаруға шақ қалды. Шығып кетпеу керек. Бір ұпайдың өзі қазір Ержет үшін. Бір ұпайдың айырылудың өзі оңай болмайды. 7 болып кетеді бір ұпайдың. Шамасы қазір артына шығып үлгере ме? Ержет. Үлгермеді. Сағат. Бірақ бар әлі секундтар бар. Бағдат Сабаз қолынан ұстап, ондай мүмкін жасамады, бірақ саусағымды қайырды деп міне Ержет наразылық білдіріп тұр. Сонымен 30 секундтық үзіліс, бәсеке қайта жалғасады. Боз кілемде 67 кило салмақта Қазақстан кубогы кімге бұйырады? Бағдат Сабазға ма, жоқ Ержет Жарылқасынға ма? Көреміз. Сонымен көрейік, Ержет қазір камбек жасай аламай, өте қиын жағдайда қалып отыр. Сабаз өте керемет бастады бұл белдесуді. Ал енді Ержет Жарылқасын өте сақ белдесу керек. Бір жағынан тәуекелге бару керек. Тәуекелге бармай жеңіске жете алмайды. Кілем ортасында Сабаз сәл ығыстыра бастады қарсыласын. Әріптесім Ғалым Сүлеймен айтып өткендей, жаңа салмақ дәрежесі бұл Ержет Жарылқасын үшін. Оған бейімделу де оңай емес шығар. Тағы да ығыстыра бастады бұл жолы Ержет Жарылқасын. Сәл белсенді күресуде. Бірақ қарсыласы әдіс жасатпай жатыр. Жақсы қорғануда. Өте сауатты қорғанып, уақыт ұтуда. Бағдат Сабаз енді Түркияда өткен дәстүрлі турнирда осы қаңтар айында жеңімпаз атанған, керемет өнер көрсетті. Бұл енді Яшар Дугу, Бехпи Эмре, Хамид Каплан сияқты танымал балуандардың құрметіне ұйымдастырылған, Олимпиада чемпиондарының құрметіне ұйымдастырылған жарыс болатын. Сол кезде керемет өнер көрсетті. Финалда жарыс қожайынын өте бір керемет басымдықпен жеңген. Бір минуттан сәл ғана көп уақыт қалды. Медальсыз қалатын сияқты. Ержет Жарылқасын Қазақстан кубогінде жаңа салмақта өзі үшін жаңа салмақ дәрежесі. Қазір енді Сабаз өте белсенді әдіс жасап кетуге шақ қалды. Жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионатында 23 жасқа дейінгі 2025 жылы жеңімпаз атанған. Одан бөлекте енді атақ даңқы бар, әсіресе осы жастар арасындағы аяқ алысы жаман болған жоқ. Бағдат Сабаздың міне енді өзінің қоржынына тағы бір медальді салуға өте жақын тұр. Ештеңе істей алмады Ержет Жарылқасын. Соңғы секунд міне болды. Сабаз керемет жеңіске жетті және жанкүйерлерді оған тамаша қолдау көрсетуде. 67 келі салмақ дәрежесі ақтық белдесудің жеңімпазы Бағдат Сабаз, Астана қаласы.
жарайсың дейміз. Бағдат Сабаз 22 жастағы балуан. 22 жаста міне қалай күресіп жатыр. Өте тамаша, міне өте жақсы күресіп жатыр. Қазақстан кубогының жеңімпазы атанып отыр. Ержет Жарылқасынға енді күміс жүлде бұйырды. Ол да жаман емес. Айтып өттік, салмақ ауыстырды. Жаңа салмақ дәрежесінде де медаль алып отыр. Күміс медаль. Жастар арасында Ю-23 жарысында Азия чемпионы, Қазақстан чемпионы Бағдат Сабаз, әлем чемпионатының күміс жүлдегері Ержет Жарылқасын тұр. Күміс жүлдегері. Қазір енді марапаттау рәсімі болуға тиіс. 55 кг. Алматы облысының палуаны Мади Данилов. Mana Мади Данилов. Мади Даниловтың енді шыны керек бұған дейін бір бағындырған бәленде белестерін айта алмаймыз. Бірінші айналымда Қапкөмен күресуге тиіс еді, бірақ Қапкө шықпады. Одан кейін Жексен Байдұтты атыраулық балуанды. Содан кейін жаңа ғана қола медаль алған Мерей Бекеновті жеңді. Және жартылай финалда Нұрбек Қызыровты сүріндірді. Данияр Қаленов енді танымал балуан. Өте танымал балуан. Қарағатбекті жетісулық балуан тұтты. Осы жарыста одан кейін Мақажанов тұтты. Тағы да бір Жетісу облысының өкілін. Жоқ, кешіңіздер. Алматы облысының өкілі Болатбайды жеңді. Содан кейін Жетісулық Мақажановты 3-ші кезеңде ұтқан, иә. Содан кейін Адилхан Сатаев жеңіп кетті Шымкенттік балуанды. Данияр Қаленов енді әрине жанкүйерлерге бұл есім жақсы таныс. Солтүстік Қазақстан өкілі. Ноги рядом, ноги постоянно. Включай ножки, да. Біраз ұлттық құрама сапында халықаралық жарыстарда біраз жыл өнер көрсетіп жүр. 33 жасқа толады биыл. Туған жері Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданының Сәбит Мұқанов атындағы ауылда дүниеге келген. Исламияда, ислам ынтымақтастық ойындарында бұл балуан. Атой салғаны есімізде. Азия чемпионаттарында табысқа жетті. Бір жарым минут өте шықты. Ешқандай әдіс жасалған жоқ. Енді қазір 4 тағанда жасалмас енді. Бір ұпай тиісінше Даниловқа. 4 тағанда Данилов. Данияр Қаленовты кілемнен жұлып алып өз үстемдігін паш етуге барынша күш салады деп ойлаймыз. Мәдиді қолдау жатқан жанкүйерлер өте көп. Олардың қолдауы көмектесер ме екен? Қазір көрейік. Партерде 4 тағанда әдіс жасауға тырысуда. Көтерді, кілем бұрышында және айналдырды. Өте сәтті шабуыл деп айтуға болады. 3 ұпай болды ғой. Қазір 4 тағанға түскен үшін 1 ұпай, айналдырған үшін тағы 2 ұпай алды. Бірақ мына челлендж. Дұрыс. 2 ұпай талап етіп отыр. Тағы 2 ұпай берілу керек деп есептейді. Біздің де ойымызша тағы да бір айналдырғаны бар. Соны аяғына дейін жеткізбеді дейді ғой төреш. Сөйтіп 2 ұпай бермей қойды енді. Көрейік кесім сөзін төрешілерді қайталау барысында біз байқайтын боламыз. Ол соңғы әдіс есепке алуға тұрарлық па? Қазір 4 тағанда тұр.
Мына 2 ұпай бар. Мына осы мына. Уақыттан бұрын сықырып қалды ма? Қалай болды? Жоқ, ешқандай әдіс берілген жоқ. Бәрі дұрыс деп есептейді. Кілемде төреш қателеспеген екен. Бапкердің талабы орындалмады. Ұпай сол күйі қалды, 3-0. Әлі де сылбыр күресуде екі балуан. Бұлай жалғаса берсе тағы да олардың бірін 4 тағанға қою мүмкін төреші. Аз қалды. Үзіліске міне. Әзірге 3-0 есебімен Мәди Дамел қалды. Өте шиеленісті өтіп жатыр. 3-0 есебінде бұл енді жеңістің алғышарт жасалды деп айта алмаймыз. Енді бұл салмақ дәрежесінде Николай Хапко сынды мықты балуанның жеңісті орнына көтере алмауы. Тағы Амзеевтің қолда өте мықты балуан. Осы жарыстан жүлдесі қайтатын болды. Данияр Қамын тоқтама шабуылда деп айтып жатыр. Қазір егер дәл осылай жалғасатын болса, сәл сылбырлық танытатын болса, Даниэл фонда 4 тағанға соны өзін қояды. Сол кезде Данияр Қаленовты біз әлеуетін байқайтын боламыз. Оған жете ме? Жоқ, әлі де жетіспей ме? Данияр Қаленов бірден іске кірісті. Мына қазір әдіс жасауға бір талпынып көрген еді. Төреші есепке алына ма? Ұпай берілу керек Даниловқа. Бір ұпай берілді. 4-0. Әлі ұпай алмады Қаленов. Мәдиді қолдаушылардың үні одан сайын қаттырақ шыға бастады. Жеңіске жақын екенін олар да түсіп тұрған сияқты. Бірақ босаңсуға ерте әрине. Тұрып қалды қазір төреші. Бұндайда төреші шешім қабылдауы мүмкін. Осал тұсын таба алар емес қарсыласының. Қаленов осылайша уақытты тек өткізуде дәл қазір. 1 минуттан сәл ғана бұл уақыт қалып отыр. Шаршап қалған анық байқалады Қаленовтың. Тіпті әдіс жасауға шамасы келер ме екен? Сауатты қорғанып, міне Мәди қазір жеңіске тіптен жақындай түсті.
жарты минут қана уақыт қалып отыр. Қаленов. Ұпай қалдырмады, ұпай бұйыртпады қарсыласын әзірге. Қаленов әдіс жасақсақ кеп жүр, бірақ Данилов енді қорған сөті мұғын болып тұр, мықты болып тұр. Қарсыласы мұны қолын мұны ұстап, тұсаулап, артық қимылды, Қаленов өзді жеңілген мойындады мұны. Әлі бірнеше секунд бар, соңғы қарамастан. Мади Данилов өзінің спорттық ғұмырындағы ең зор табысқа қол жеткізді. Мади Данилов, Алматы облысы. Жеңіске жетті. Сөйтіп 72 кило салмақ дәрежесінің бас жүлдесін Алматы облысының өкілі Мади Данилов жеңіп алды. Күміс жүлдегер Солтүстік Қазақстан облысы Данияр Қаленов. Қола медальді Шығыс Қазақстан облысының өкілі Мерей Бекенов және Шымкент қаласының балуаны Әділхан Сатаев иеленді. Сөйтіп мына 3-ші салмақ дәрежесінің жеңімпаздары мен жүлдегерлері толықтай белгілі болды. Біз енді марапаттау рәсімін күтеміз. 67 кило салмақ дәрежесіндегі осы Қазақстан кубогының жеңімпаздары мен жүлдегерлері санаулы сәттерден кейін марапатталады. Ал қазір біз осы финалдық сайыстың ең бір қызықты эпизодтарын тамашалаймыз. Демеу Жадыраев және Батыс Қазақстандық қаһарман Қисметов көрсетті. Қазақстан Республикасында еңбегі сіңген спорт шебері, Олимпиада ойындарының күміс жүлдегері, даңқты палуан, Алматы облысының өкілі Демеу Жадыраев. Демеу Жадыраев. Біраз жанкер әрине осы Демеудің де белдесуін тамашаласақ деп келгені анық. Париж Олимпиадасының күміс жүлдегері. Еліміздің көк туын Париж төрінде желбіреткен балуан. Және оның қарсыласы халықаралық дәрежедегі спорт шебері, Батыс Қазақстан облысының өкілі Қисметов қаһарман. Кеше біз эфир барысында ең ұлттық құрама сапында ең ардагер балуандардың бірі осы грек-рим күресінен Нұрсұлтан Тұрсыновты айтқан едік. 35 жастағы, бірақ Демеу Жадыраев одан 1,5 жас үлкен екен. Демеу Жадыраев 36-та қазір жасы, 2 қарашада 37 жасқа толады. Жетісу облысы, Жаркент өңірінің тумасы, Панфилов ауданы, Шарал ауылында қазақтың даңқты балуаны. Міне Шарал ауылды біз айтудан бір жалықпаймыз. Өйткені дәл осы Шаралдан 2-1 Олимпиада жүлдегері шықты. Бірінші Нұрбақыт Теңізбаев болса, міне сол Нұрбақыт ағасына еліктеп өскен Демеу Жадыраев бұл күндері қазақ елінің мақтанышына айналды. Мақтанышына айналмаған әрине басқа артық айтқанымыз емес. Өйткені Париж Олимпиадасында күміс алды, оны өздеріңіз көрдіңіздер. Әлем чемпионатында күміс алған болатын 2017 жыл, осыдан 9 жыл бұрын. Содан кейін 9 жылдан кейін Олимпиадада бір жеңіс тұғырына көтерілді. Азия чемпионатында бірнеше жүлдегерлер санатына көрді. Міне қазір жасы міне біз айтқанда 37-ге таяқ қалса да әлі де бабында, әлі де жақсы күресіп жүр Демеу Жадыраев. Өте мықты балуан. Қазір көрейік, ардагерлер балуандар санатында болса да, бірақ 20-ның бел ортасындағы жалынды жарыстарды барлығын жығып жүр. Міне осы жарыстайдық алысқа бармайық. Екінші айналымды бастаған Жадыраев Зейнолланы ұтты, атыраулық балуанды, одан кейін Ақтөбелік Ықыласовты жеңді. Және Темірлан Шадукаевтың өзіне сан соқтырды, көрдіңіздер ғой. Бұлардың барлығы да 20-ның бел ортасындағы жігіттер, сол жас жолбарыстардың барлығынан жолынан ысыған Жадыраев міне финалда. Қазір көреміз, қаһарман Қисметовтен де жасы біразға келген бұл балуанда, 30-дан асты, егер біз қателеспесек. Қаһарман Қисметов те халықаралық дәрежедегі спорт шебері, Азия деңгейіндегі жарыстарда жүлде алып жүр, халықаралық жарыстарда жүлде алып жүр. Осы жарыста ол да екінші айналымнан басып Ашарапты ұтты Жамбыл облысының өкілін, одан кейін Жарылқасынды жеңді, тағы бір жамбылдық балуанды, және жартылай финалда Елдос Камелов сүріндірді. Қазір Жадыраевқа жақсы мүмкіндік, 4 тағанды дәшеді.
Боранбек Қоңыратов тағы да біз көріп отырмыз мұны. Темеу Жадыраевтың бапкері. Белден қапсыра құшақтап, қазір айтыс жасауға жақсы 2 ұпай бар. 4 ұпай бар. Тағы да айналдыру керек. 6 ұпай. Біз 1 ұпайды тағы бір бермеді ғой. 5-0 дейді. 2 рет айналдырған ғана саналды. 5-0. 1 ұпайден 4 тағынға қойған үшін алды ғой. Сөйті 5-0 жаман емес. 1 минуттың ішінде 5-0 есебімен алға шығу. Бұл салмақта, грек-рим күресінде бұл әжептәуір басымдық. Сонымен міне бірінші кезең аяқтауға жақын 5-0 есебімен алда тұр Темеу Жадыраев. Жақсы дайындықпен келгені әрине айдан анық. Финалға дейін жетті және финалда міне жеңістің бастамасын жасап қойды Темеу Жадыраев. Кілемнің шетіне келді, бірақ енді уақытта міне аяқталды. 30 секунд енді тыныстап алуға мүмкіндік бар. Қос балуанда. Бапкер ақыл кеңесін айтуда. Енді қақарман тәуекелге бару керек. Қақарманға белсенді болу керек. Бұл белдесуді құтқарып қалам десе. Бірден алға ұмтылды. Хисметов. Аяқ тіреп тұрып алды. Темеу Жадыраев. Орнынан қозғалту тұтты қиын болып тұр. Қақарманға. Тағы енді төреші. Бұл жол енді Темеу Жадыраев 4 тағанда Хисметовте мүмкіндік бар. Алғашқы ұпайын алды Хисметов. Енді әдіс жасау керек. Уақыт жылдам өтіп кетеді. Үлгір алам екен. Жоқ, әзірге қараңыздар ұстапты үлгірмеген сияқты орнынан қозғалт алған жоқ. Жеткілік деңгейде Темеу тамаша қорғануда болды міне. Уақыт аяқталды. Бір ғана ұпай алды Қахарман Хисметов. Қайтадан енді алға ұмтылуда Хисметов белсенді екенін көрсету керек. Төрешілерді сендіру керек. Уақыт бар әлі. 1,5 минуттай уақыт бар. Темеуде қайтадан 4 тағанға жатқысы келмейді әрине. Содан ол да міне алға ұмтылып белсенді күресуге тырысып жатыр. Әзірге төрешілерде мұқият бақылап тұр. Бірақ бұлай жалғаса берсе әрине қазір міндет түрде төреші шешім шығарады. Секундтар ғана қалып отыр.
4 ұпай қалып жатыр. Қаһарман Қисметов. Уақыт жетпей қалуы мүмкін. Демеу қарсыласының әрбір қимылын жақсы аңдап тұр. Әдіс жасатпайды, тіпті алға жылжуға мүмкіндік беріп тұрған жоқ қазір қарсыласына. Қаһарман жіберіп алды. Уақыттың көп бөлігін Құрбосқа жіберді. Сонымен көнген сияқты. Күміс жүлдені қанағат тұтады, амал жоқ. Демеу Жадыраев. 77 келі салмақ дәрежесі ел кубогының жеңімпазы. Ел кубогының иегері атанып отыр. Демеу Жадыраев, Алматы облысы. Демеу Жадыраев, Қазақстан кубогының иегері атанып отыр. Қаһарман Қисметов ұтты финалда. 37 жасқа таяған жасы балуан міне жалынды жастардың барлығын жолынан ығыстырып, финалда халықаралық дәрежедегі спорт шебері Қаһарман Қисметовті қапы қалдырып, бас жүлдені олжалады. Боранбек Қоңыратовтың шәкірті екенін тағы да бір естеріңізге сала кетейік. Қазір осы бәсекенің ең бір қызық сәттер көпшілік назарына ұсынылады біздің операторлар. Одан кейін біз марапаттау рәсімін көреміз. Ал 63 кило салмақтағы балуандар марапатталады. Ибрагим Магомадов. Сонымен осы салмақтағы жеңімпазды анықтау үшін қазір екі балуан кілем төріне шығады. Қарсыласы Шымкент қаласының өкілі Омар Сатаев. Омар Сатаев. Омар Сатаевта тәжірибелі балуан, Шымкент өкілі. Иорданияның астанасы Амманда өткен Азия чемпионатында бұл балуан сәтті күрескен еді. Сөйтіп өзінің карьерасындағы алғашқы жүлдесін алған. Ересектер арасындағы алуған дейін әрине жас өспірімдер арасындағы турнирлерде жүлде алған. Финалда сол кезде ирандық балуанмен кездесіп, 1-3 есебімен жеңіліп қалды Омар Сатаев. Өзінің алғашқы ересектер арасындағы алғашқы жүлдесі Азия чемпионатының күміс жүлдесі.
Ал Ибрагим Магомадов ол да өте тәжірибелі балуан. 35 жаста. Бұл балуан Қарағанды өңіріндегі Қарағанды күрес мектебінің дәстүрін жалғастырушы. Азия чемпионы 2023 жылы Астанада өткен, ол кезде 72 келі салмақ дәрежесінде Ибрагим топ жарған. Қазақстан Республикасына еңбек сіңген спорт шебері Нұрислам Санаев ортамызда отыр. Құрмет қошеметтеріңіз. 4-0 Ислам алда. Жалпы Азия чемпионатында өте көп жүлде алған. Жүлденің 3 түрінде алды. Ибрагим Магомадов ең алғаш Нью-Делиде 2020 жылы 72 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде күміс жүлде алса, арада 3 жыл өткенде еліміздің астанасында бас жүлдені еншіледі. Одан кейін 2024 жылы Бішкекте қола жүлде және жоғарыда айтып өттік Амманда Иордания астанасында тағыдан 77 келі салмақ дәрежесінде Бішкекте және Амманда 77 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде Ибрагим Магомадов қола жүлде алды. 82 келі салмақ дәрежесінде де бұл балуан Азия чемпионатының қола жүлдесіне еншіледі. 2026 жылы Бішкекте осы жылдың сәуір айында өткен жарыста Цоколевде челлендж қаралды. 4 ұпай қызыл трикол балуанға, көк трикол балуан челлендж ұтылды және 1 ұпай қызыл трикол балуанға. Есеп 5-0, белдесу жалғасады. 5-0 есеп. Челлендж ұтылды. Омар Сатаевтың бапкері. Сонымен қайтадан төреші 4 тағанға қояды балуанны. Көк жейдедегі балуан бұл Омар Сатаев. Ибрагим Магомадов әдіс жасап көреді. Алтыдан өлесеме алды. Қазір бір айналдырса болды ғой. Бір айналдыра алса. Бірақ сауатты қорғауды әзірге. Бірақ міне айналдырды. Сонымен 8-0 белдесу аяқталды. Тәжірибелі балуан Қарағанды өңірінің өкілі Ибрагим Магомадов. Азияда жүлдені топырлатып алған балуан міне Қазақстан кубогінде топ жарып отыр. Тағы бір салмақ дәрежесіндегі жүлдегерлер мен жеңімпаздар толықтай анықталды. Енді марапаттау рәсіміне кезек береміз. Дәстүр бойынша.
Енді 97 келге дейін салмақ дәрежесі. Сол салмақтағы жүлдегерлер мен жеңімпазды анықтау ғана қалып отыр бүгінге. Және қорытынды есеп шығарылады. Әр өңірден келген балуандардың медальдар жиынтығы есептеліп. Қызыл аймақта Алматы қаласының балуаны Шамил Ожаев. 87. Сонымен финалдық бәсеке. Биылғы Қазақстан кубогының бас жүлдесі қай балуанға бұйырады екен, көреміз. 87 келі салмақ дәрежесі. Тимур Оспанов 2025 жылы Қазақстан чемпионатында күміс жүлде алған. Финалда Тимур Оспановтан жеңілген еді. Финалда Нұрсұлтан Тұрсыновтан, Абай облысының өкілі. Бүгін Нұрсұлтан жаңа көрдіңіздер, финалға шыға алмады. Шамил Ожаевқа жол берді. Екіден үлесімен алға шықты Шамил Ожаев. Все, и пойдет, добавляй, пойдет, Димка, пойдет. Продолжай работать. Тіресіп тұрып қалды екеуі. Және төреші қазір. Белдесуге араласып отыр. Осылайша Оспановты 4 тағанға қойды. 3-тен үлесімен Ожаев алға шықты. Ожаев көтеруге тырысты, Оспанов қайта қорғанып үлгерді. Болды. Балуандар енді тұрып белдеседі қайтадан. Белдесудің бірінші бөлігі аяқталуға 40 секундтай уақыт қалды. Көбінесе аңдысып, екеуі бір-бірінің қорғаныс шебін бұзуға тырысуда. Және кілемнен итеріп шығарып тастай ала ма? Қайта кері қайтып үлгерді Оспанов.
So'nggi sekundlar. Endi uzilishdan keyin o'zgartmasa жағдайдан Тимур Оспанов Қазақстан чемпионатындағыдай өткен жылғы күміс медальді қанағат тұтады. Белдесу жалғасады, әзірге қостанайлық палуан жеңіліп жатыр. Өткен жылы Қазақстан чемпионатында осы өңірдің өкілдері, яғни қостанайлықтар 5 жүлде еншілеген еді. Күрестің 3 түрі бойынша. Ол кезде Тимур Оспановтан бөлек басқа да спортшыларға біршама сәтті өнер көрсетті. Ал қазір тағы төреш белдесу тоқтатты. Есеп өзгеріссіз әзірге. Екі минут уақыт қалды. Бар жоғы 2 минут. Төрт тағанды көреміз, 4 таған. Енді Тимур Оспановта мүмкіндік бар. Әдіс жасай алса егер 2 ұпай ғана қалып келеді. 2 минут уақыт қалды. Оспановқа ескерту жасайды. Ұстатпай жатыр. Алайда Тимур Оспанов қарсасын көтеріп алуға тырысуда. Шамил Ожаев сауатты қорғауда қараздар. Ешқандай бір мүмкіндік бермей, бәрін жақсы бақылап тұр. Оспанов көтер алам екен. Жоқ, айналдыра алмады. Бір жарым минут қалды. Шамил Ожаев жеңіске өте жақын тұр. Соңғы минут өтуде бірде-бір мүмкіндік қалдырар емес. Қорғаныста өте мығым дәл қазір Ожаев.
Өте сылбыр белдесуде Оспанов әзірге. Қорғанысынан қарсысын саңылау таба алар емес. Осылайша Оспановтың қолынан алтын жүлде сырғып кеткен сияқты. Біздің ойымызша сырғып шығып кеткен сияқты. Шамил шабуылға шықпай-ақ, міне қорғаныста жүріп, бұл белдесуді аяқтады деп айтсақ болады. Қолда уақыт аяқталды. Белдесу аяқталды. Шамил Ожаев 87 келі салмақтың мықтысы болып танылды. Ақтық белдесудің жеңімпазы. Шамил Ожаевтың осы ақырын жүріп анық басты. Көп тер шығармай-ақ, міне бұл бәсекеде жеңіс жетіп Қазақстан кубогының биылғы жылғы иегері атанды. Бұған дейін жартылай финалда Нұрсұлтан Тұрсынов ұтты. Оның алдында Темірлан Тұрдақынды жеңді. 7 келі салмақ дәрежесіндегі палуандарды ақтық белдесуге шақырамыз. Олай болса қарсы алыңыздар Кілемнің Қызыл аймағына Қостанай облысының палуаны Юсуф Мациев назарларыңызда. Және оның қарсыласы Ақтөбе облысының өкілі Бержанов Рахат. Бержанов Рахат. Оның қарсыласы ақтөбелік балуан. Юсуф Мациевтің енді жастар буыннан ауысқанда көп уақыт бола қойған жоқ, бірақ дегенменде өзі мойындатып үлгерген балуан. 23 жаста. 22 жаста, 8 тамызда 20 жасқа толады. Азия чемпионатының күміс жүлдегері 2024 орын алды. Жастар арасында әлем чемпионатында жүлде алды егер. Халықаралық дәрежедегі спорт шебері деген атағы бар. Ауыр салмақты жігіттер біраз тіресіп жүр. Юсуф Мациев 2023 жылы әлем біріншілігінде жастар арасында өткен жарыста Софияда өткен болатын U20. Сол кезде 2022 жылы финалға дейін жетіп, бірақ финалда ирандық Али Абди Дарзидан ұтылып күміс медаль иеленді. Сонымен қатар 23 жастағы балуандар арасындағы Новый Садта Сербияның өткен әлем біріншілігінде Юсуп күміс медаль иеленді. Финалдық сайыста украиналық Игорь Якушенкоға есе жіберген болатын. Ал оған дейін Киота Китаваки Жапония, Аршак Гигамаян Армения және Максим Аверин ресейлік спортшыларды ұтқан болатын. Осындай атақтары бар, және де енді басқа да халықаралық жарыстарда жүлде алып жүрген спортшы бүгінгі таңда 97 кило салмақтың мықтап көш бастауға бел болған спортшы. Бержанов жақсы мүмкіндік қазір, бірақ Бержанов соны пайдалана ма? Рахат Бержанов енді осал емес, оның да біраз бағындырған белестері бар. Бапкерлердің айғайы мұны құлақ жарып барады. Бір ғана ұпай, жаңа 4 тағанда Рахат белсендірек қимылдау керек еді, бірақ олай істей алмады енді.
Қазір белсенді күресуге тырысуда. Рахат бапкердің айтқан мүлтіксіз орындауда. Биылғы жылдың басында Рахат Бержанов Түркияда өткен, Анталияда өткен халықаралық турнирде қола медаль иеленген болатын. Жадыңыз өте мықты екен. Бірінші кезеңде аяқталды сол бір ғана ұпай Бержановтың еншісінде, бірақ дәл осылай тіресіп, итерісіп жүріп алатын болса, онда бірінші кезең аяқталды. Рахаттың өзі де түсіп мүмкін. Ол кезде Мациев барынша күш салып, қалайда жеңісті қарсыласын уысынан жұлып әкету үшін еш аянып қалмайтын анық. Ал екінші кезеңді көрейік. Рахат енді өзі 4 таңға түспеу үшін әрине кемінде бір ұпай алып қалуға тырысады. Бапкер қазір жалшыра нұсқау беруде. Қолды ішіне қарай кіргізіп тұр ғой. Қолды астына салып мұны белінен ұстап әйтеуір бір әдіс жасап кеттеп тұр ғой. Кеудесінен бе әйтеуір. Бірақ Юсуп жақындатар емес. Қорғанысы мығым. Қазір осылай тұрып алса, онда қазір Рахат 4 тағынға түседі. Сол Юсуп Мациевтің сол күтіп отырған 4 тағын ғой деймін шамасы. Сол 4 тағынға партарға мақтап дайындалған секілді. Қазір бұл енді тактикалық аңдысу. Бержановқа кезек келген сияқты. 4 тағындатады қазір. Бұл жерде не болды? Юсуп Мациев ережені бұзайын деді ау. Ал енді мүмкіндік Мациевта. Бұлай сырт көзге қарағанда Мациев Бержановтан біраз ірі секілді, ірілеу секілді. Бірақ салмақтары 1.97. Юсуп Мациев қазір белден қапсырашта жақсы ұстады, айналдырады әрине. 2 ұпай бар, 4 ұпай бар, 4 ұпай. Сөйтіп 5-1 есебімен Юсуп Мациев біз айтқанды дөп келді міне. Партерге расында да мықтап дайындалған сияқты, күтіп жүрді. Соны күтті, соны. Енді Рахат Бержановтың жаншыра алға ұмтылудан басқа амал жоқ, басқа жол жоқ. Қолды үстінен емес, астынан сал деп міне бапкер жаншыра айқайлап жатыр міне. Міне тағы 2 ұпай беріп қойды. Қазір бір айналдырса жеткілікті. Рахат Бержановтың сол алғашқы 3 минутке ғана әлі жетті сол. Юсуп Мациевпен тіресуге. Ұмтылуда қазір. Айналдырады бұл жерден енді. Функционарлы даярлығым жоқ. Уақытынан бұрын сықыр жібердіңдер деп тұр ғой. Мациев ренжіп тұр. Челлендж басып отыр. Не себепті ол челленджі? Рахат Бержановтың бапкерлер челлендждің көмегіне жүгінуде.
Қысқа көлемде челлендж қаралды. 2 ұпай қызыл трикол балуанға, көк трикол балуан челлендж ұтылды және 1 ұпай қызыл трикол балуанға. Белдесу жалғасады. Иә, бұл жерде еш нәрсе болмағаны анық. Бержановтың бапкерлері оны сырт көзге де анық көрініп тұрды. Не үшін челлендж басқан түсініксіз мініп. Тағы 1 ұпай беріп қойды. Енді 1 ұпай алса, әдіс жасамай кілемнің шетіне шығарып жіберсе болды. Міне, болды. Болды, сонымен бәсеке аяқталды. Өтірік істеме дейді, бапкер де біліп тұр. Жарты минут бар әлі уақыт әрине. Ниет болса, ынта болса, күш жігер жетсе әрине. Біразға дейін шабуға болады, бірақ Мациев оған ондай мүмкіндік бере ме, мәселе сонда. Қазір жеңіп жатса да көрсет деп жатыр. Мінез көрсет деп жатыр. Енді 10 секунд тінді. Ештеңені шеше қоймайды сияқты. Бұл 10 секунд. Сөйтіп, бұл бәсеке аяқталды. Қазақстан кубогын 97 кило салмақ дәрежесінде осы грек-ринг күрес шеберлерінің ең соңғы белдесуінде Юсуф Мациев, қостанайлық балуан, финалда Рахат Бержанов ұтып, бас жүлдені иеленді. Юсуф Мациев, Қостанай облысы. Сөйтіп 97 кило салмақтың үздіктері анықталды. Енді бір сөзбен айтсақ, грек-ринг күрес шеберлерде бәсеке аяқталды. Ертең әйелдер бейсенбі және жұма күні әйелдер, одан кейін сенбі және жексенбі күндері ерлер бозгілеме шығады. Сонымен құрметті көрермендер, бүгінгі эфиріміз аяқталды. Қош сау болыңыздар. Сіздермен болған мен Ғалым Сүлеймен және мен әріптесім Шалқар Естен. Зал аймағына Қызылорда облысының палуаны Олжас Сырлыбай. Және одан қарсыласы Шымкент қаласының палуаны Әлімхан Сыздықов. Сонымен құрметті жанкүйерлер, 130 келі салмақ дәрежесіндегі шешуші бәсекені тамашалаймыз. Қазақстан кубогы 2 танымал балуан финалда кездесіп отыр. Әлімхан Сыздықов 1994 жылы дүниеге келген. Азия ойындарының жүлдегері және Азия чемпионы. 130 келі салмақ дәрежесі Әлімхан Сыздықов үшін өзінің үйреншікті салмағы, ал Олжас Сырлыбай өзінің жетістіктеріне осы карьерасындағы 97 келі салмақ дәрежесіне қол жеткізген. Енді 130 келіде финалда бас жүлдеге таласып отыр. Бұл да жанкүйерлер үшін өте қызық әрине. Олжас Сырлыбай 130 келіде. Мәселе жартылай финалда ол Әміровті жеңді, Павлодар облысының өкілін. Ал Әлімхан Сыздықов сол Әлішер Ерғалиді жаңа ғана Қазақстан кубогының қола жүлдегерін еншілеген Ерғалиді жеңген еді. Және қазір жанкүйерлер бір дуэті қалды. Қазір көрейік қандай шешім шығады.
Төрешілер тағы. Ақылдасуда. Ұпай жоқ әзірге. Әлімхан Сыздықов 2022 жылы Азия чемпионатында Монғолия жерінде өткен топ жарған. Финалда оңтүстік кореялық балуан Ким Мин Соктан басым түскен. Ал қазір 4 тағанда белдесуде 4 тағанда жалғасқан сәтін көреміз белдесудің. Әлімхан Сыздықов та 4 тағанға қойып отыр. Сырлыбай енді тиісінше бір ұпай алды. Бірақ қазір әдіс жасау арқылы ұпай қорын молайту тиіс. Жоқ, қолынан келмеді. Қос балуан қайтадан түрегеп тұрып белдеседі. Кейде шығарып тастауға тырысты, бірақ қорғанып үлгерді Сыздықов. Сырлыбай. Және қазір өзі түске түсіп қалуы мүмкін. Қараңыздар, қандай тәуекелге барды Сыздықов. Олжас Сырлыбай. Олжас Сырлыбай. Қарсыластың қателігін өте сәтті пайдаланып кетті. Сыздықов әдіс жасайын деп ойлады, бірақ көрдіңіздер, өзін-өзі тығырыққа әкеп тіреді. Қазір ақырын күтіп көрейік. Сықлетте челлендж қаралды. Челлендж қаралды. Екі ұпай қызыл трикол балуанға, ереже бұзылған жоқ. Таза жеңіс. Таза жеңіс. Белдесу аяқталды. Бұл салмақ дәрежесінде 130 келі. Салмақ дәрежесінде Олжас Сырлыбай. Ақтық белдесудің жеңімпазы Жеңімпаз. Олжас Сырлыбай, қызыл балуан.